Астанадағы спорттық кешендер қарапайым халыққа сапалы қызмет көрсету үшін салынған. Бұл қаншалықты орындалып жатыр? Соны тексеру үшін бүгін елбасы жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия спорт кешендерін аралап қайтты. Нысанаға іліккен бірінші мекеме Астанадағы Сарыарқа республикалық велотрегі болып. Комиссия мүшелері спорттық инфрақұрылымның бұқара халыққа қолжетімділігі, қызмет көрсету түрлерінің сапасы, мүгедек азаматтардың спортпен шұғылдануға мүмкіндігі сияқты мәселелерге назар аударды. Мұндай тексеру жұмыстары республиканың өзге де өңірлерінде жалғасын табады. Кейде әртүрлі адамдар осындай кешендер біздерге көп салынып жатыр. Біз олардың қызығын көрмейміз, қолымыз жетпейді деген сияқты хаттар да түсіп жатады. Біз бүгін келіп соны қарап жатырмыз. Адамдар көп, бағасы бізде осы қалада емес, осы республикамыз ең арзаны деп айта аламын. Балаларға 7 жасқа дейін тегін, студенттерге, оқушыларға, пенсионерларға 50% жеңілдік. Бізге, мүгедектерге бізге тегін.